Қостанай облысының Қарабалық ауданында алғаш рет халықаралық асыл тұқымды малдар аукцион арқылы саудаға түсті. Оған еліміздің кәсіпкерлері ғана емес, Ресей өкілдері де қатысты. Етті ірі қаралардың әрқайсысы 300 мың теңгеден басталып, 600 мың теңгеге дейін көтерілді. Тобыл өңірінде өткен мал базарының бәс саудасы жайлы тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелесін. Қостанай облысының Қарабалық ауданында Австралиядан етті Абердин Ангус түлігі алғашқы рет 2011 жылы жеткізілді. Содан бері мұхит асып білген сиырлар 2 рет төлдеп, қазір олардың саны 6000-ға жетті. Қысы жазы ашық аспанда тоқ өткізілген қоршау ішінде еркін жайылатын шетелдік ірі қара Тобыл өңірін жерсініп кеткен. Шаруашылық күні бүгінге дейін 550 қашар мен 100 бұқа сатқан. Алайда аукцион алғашқы рет өтіп отыр. Көпшілік көрсін деп, біз сатып атқанда өзімізді араласатын кісілер осы Қарабалық, Қостанай облысынан пока алып жатыр келіп. Енді соны бүкіл Қазақстанға көрсетейік деп, көршілес Россияға көрсетейік деп. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мал басын асылдандыру негізгі міндеттердің бірі. Қазіргі кезде мемлекет осы бағытта ұстанған 85 шаруашылықты қаржыландырып отыр. Олардың міндеті 4 түлік өнімділігін өрбіту. Ресми деректерге сүйенсек, бұл бағдарлама нәтижесіз емес. Қазіргі уақытта асыл тұқымды ірі қара малдың үлесі 12%-ға жетті. Бұл жобаның бастамасында 3-4%-дан аспайды. Бүгінгі аукционға еліміздің бірнеше өңірі мен Ресейдің көршілес Челябі облысынан келген сатып алушылар қатысты. Бәс саудада 12-14 айлық тайыншалардың бағасы 500 мыңға дейін жетті. Асыл тұқымды түлік сатып алғандарға мемлекеттен 154 мың теңге субсидия төленеді. Мұның сыртында шаруаларды бұл түліктің жоғары өнімділігі де қызықтырады. 2 жыл үйде ұстаған бұзауды тапсырамыз 100 мыңға. Мұнда бір 7-8 айлық бұзауды тапсырамыз, 1 жылға жасын жеткізбей тапсырып, сол 100 мыңды қайдырап аламыз. Абердин Ангус бұзауларының салмағы 7-8 айда 400-450 келіге дейін жетеді. Ең ірі бұқалары 1 тоннаға дейін салмақ басады. Бүгінгі бәс саудада 200-ден астам өнімділігі жоғары асыл тұқымды бұқа өз иесін тапты. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 KZ.